Құдсейітова Шырайлым, еңбекші Қазақ ауданында Бөлек Батыр мектебінде оқимын, 4-ші сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаев, сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты. Алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын, жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді біресе ұрысады. Қарадық та, селт етпей жанарымыз. Алжығанға санадық ананы біз. Бораны ұлып, бетінен боздақ ұшқан, сулап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады. Сонда да ана назарын аудармады. Сәбидейін өзімен өзі болу, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болу бек естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар? Күннен кесе болғаны кешкіреді. Ай, жастар, ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мына тұрған ана кім? Көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт. Ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кең. 23 жыл сарғайған құрметпен. 23 жыл сарғайған құрметпен. Сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбиі оралмапты. Қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жолды қаптай кеп тозаң жапты. Қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далаға енді. Қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді.